Құрманғалиева Зарина Нұрғалиева Қазақстан чемпионатының финалы. Е4, С6, Карокан, АТФ3, Д5 және Д3 жүр дейді ғой. Эншпилге барайық. Де, уәзір Д1 деген. Бірақ Заринаға ол ұнамайды, ол уәзір С7. Ат С3 бірден негізгі орталыққа шабуыл жасау, алдық және сарбазды негізгі орталыққа қойды. Бұл енді таза Караканға ұқсамайды, бұл көбінесе осы Филидор қорғанысындағы әртүрлі бір варианттарда болатын осындай бір құрылым. Піл С4, H6, енді Ж5-тегі торды бақылауда ұстап тұру керек. А4, мына тор маған ұнамай тұр, ол 1, екіншіден мына тор да маған ұнамай тұр, ол 2. Осы екі торларды босату қаншалықты орынды. АТФ6, уәзір 2, енді бұл Роберт Джеймс Фишердің сүйікті іс-әрекеті болатын. Ат Ж5, піл С4 және уәзір С4 деген әңгіме. А5, Б4-тегі торды бақылауға алу. Рокировка, піл Б4, мына жерге шабуыл жасаудың амалы, және H3, мына пілдің Ж4-ке келуіне кедергі жасау. Рокировка, және ат H4, Ж6-ға кірудің амалы, F5-ке кірудің амалы деген сияқты. Тура піл Е6, бірақ осы жерде мына пілді алған қаншалықты орынды дегенменде сұрақ туындайды. Өйткені алғаннан кейін біріншіден қаралардың осындай F жолы ашылады, екіншіден сарбаз күзетші пайда болады. D5-тегі және F5-тегі екі торды бақылауды ұстайды. Ат Ж6, бұл енді сарбаз ат шеге деп аталады. Тура Е8 және F4. Тағы бір өте жауапты шешімдердің бірі, мен үнемі айтам, байқаңыздар, Ж1, А7 деген қиғаш жолдан өте байқау керек деп. Ат Б Д7, патша H1 және патша H7 біз атақты Вильгельм Штайниц есімге түсіреміз. Патша өзін-өзі қорғай алады. H4, алдық және піл Д6, мына Е5-тегі торды болашақта басып алудың амалы. Алдық, тура Д1, уәзір С7, бұлай және ат негізгі орталыққа келді. Тамаша ат. Не мына аттың ондай мүмкіндігі жоқ. Уәзір Ж3, ат H5, уәзір H2 және тура С8 енді өзіміздің уәзірімізді қорғау. Ат Е2, ат С4, бірден мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Тура Д4 және Б5, мына атты біз қорғаймыз. Ат бізге керек болады. Алдық және Б3. Ат деген өзінің тамаша орнына қайтып келді. Патша Ж1, ат F6, ат Ж3, мына қаяққа бара жатқанын түсініп тұрған жоқ. Мына Е2-ге және Ж3-ге Гарри Нельсон Пейсберидің маневры Б4. Ат F3, С5, бірден мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Бұлай және алдық және С4 тез арада тураның белсенділігі қажет болып тұр. Тура А6, бұл енді тарыш ережесіне сәйкес артынан шабуыл жасау. Тура С5 енді қорғаймыз. Мына С5-тегі сарбазды А5-тегі сарбазды қорғауға беруге болмайды. Алдық және тура Е7 қомағалар қатарында қорғаудың амалы. Мынау енді қосарланған сарбаздар екен, ұмытпаңыздар. Тура Б3 алдық және тура Д1, тураның белсенділігі ең маңызды дүние, осыны ұмытпаңыздар. Тура Д3 және Б3, 0-0-5. Ақтардың да қаралардың да ешқандай басымдығы жоқ. Алдық, тура С2 қомағалар қатарына кірдік және мүмкін болашақта екінші туранда ап келерміз дедім. Ат сарбаз негізгі орталық қойды және шах және ат Д5. Тамаша, болашақта ат F4 деген әрекеттің арқасында мына жерге шабуыл жасаудың амалын қарастырамыз. Ат Е4, тура Е1, мына жерге шабуыл жасау. Осы жерде жалғыз ғана жүріс болған, мына тура С5 деген басқа жүріс болған жоқ, бірақ ат Д6, бұл енді 8 аяқ ат деп аталады, бірақ қаншалықты керек бұл жерде? Өйткені бұл жерде патша да жоқ, уәзір де жоқ, сарбаз да жоқ, бір қызығатын дүние жоқ. Көбінесе бұл бірден тура Е2 мына жерге шабуыл жасады. Бұл қомағалар қатарын басып алды. Бұлай тура Ж3 және ат Е3, енді міне нағыз 8 аяқ деген осы керемет аттардың бірі. Алдық,
тура b5 тағы да қайттан келдік. Мына жерге бәрібір қайтпаймыз деп тұрмыз. Алдық. Мына жерге шабуыл жасадық. Мынаны алғымыз кеп тұр енді. Былай шах a3 енді мынаны алудың амалы ат e8 шах және тура h3 мат. Міне осындай жағдай қалыптасты.